Бұл жерге күніне миллионлап адамлар келеді. Аналар, балалар, жастар, үлкенлер дүнияның 4 тарапынан. Һәм олардың барлығының 10 миллионнан артық нұсқаға ие дүнияның ең үлкен музейі есептелген Луврдың экспонатлары арасынан өз іздегенлері бар. Әлбетте, сол іздегенлердің арасында Өзбекстан һәм Қарақалпақстанға тиесілі айымғы артефактлар болуы да анық. Мәдениетлер кеспесі. Көргізбедегі артефактлар, экспонатлар әйемгі мәдени цивилизация кілті. Һәм бұл Лувр көргізбелеріне келгендер үшін Өзбекстан өлкесі тарихы, мәдениеті есіклерін ашады. Дүнияның ең ірі музейлерінің бірі болған Луврда Өзбекстан аймақларының бейтәкрарлығы, ұлылығы ашылады. Луврға келіп, орайлық Азияның жүрегіне саяхат қылың деп жазып жатыр француз газеталары. 2022 жыл 22 ноябрьден 2023 жылдың 6 мартына шекем ұлы цивилизациялар мәдениеті һәм искусствосына бағышланған әжайып көргізбе болып өтеді. Париж музейінің Ришелле көргізбе залында 180-ге жақын шығармалар қойылмақта һәм көпшілігі атақлы реставраторлар тарапынан қайта жанланды. Өзбекстан ұлы жібек жолы бойындағы географиялық жайласуы, халықаралық сауда, мәдени, ilmi, интеллектуал мөнәсәбәтләрнең дүнияға таралуында үлкен әһмиятке ие жұрт. Шығыс һәм батыс цивилизациялар ортасындағы байланыстың раважануына үлкен үлес қосқан ел. Көргізбеге қойылған һәр бір экспонат әне су хақиқатлықтан сөйлейді. Олар тек қана Өзбекстан емес, хаттегі Америка һәм Европаның атақлы мәдени объектілерінен алып келінген. Көргізбе бізді соңғы 16 әсір давамында жаратылған шығармалар менен танысу имканиятын береді. Оның мазмұны аймақ халқының алыс тарихпенен жүздесетұғын әйемгі һәм бай мәдениетінен сөйлейді. Көргізбенің әр бір бөлімі бейтакрар артефактларды ұсынады. Олардың айрымлары Өзбекстаннан сыртқа бірінші мәрте көрсетіліп жатыр. Самарқандқа жол, алтын һәм жібек тылсымлері. Міне осы көргізбенің тикарғы шығармалары экспозициясы Нүкістегі Советский музейі һәмді Нүкістегі бірнеше өлкетану музейлері, тарих музейлерінің алып келінген шығармалары есептелінеді. Мінекей Түркістан авангардының алтын фондынан орын алған белгілі художниклердің рус авангард жанрындағы шығармалары осы жерде қойылған. Біз бұл хақында қазір сюжетімізде және біраз тоқтап өтеміз. Өзбекстанның түрлі аймақларына тиесілі милли киімлерді бұл жерде көплеп шығатуымыз мүмкін. Бұхара, Хиуа, түрлі уалаятлардың киімлері, мінекей түрлі вадидің киімлері бар бұл жерде. Һәм бұл жерде ең басылысы мені қуандырған экспозициялар Қарақалпақ хаяларының милли киімлері, біздің аналарымыздың милли киімлері, мінекей көк көйлек, әулеттен әулетқа өтіп кетірген көйлек. Әсіресе бұл көйлекті киген аналар, әр заманның аналары әр бір дәуірде өздерінің нақшыларын қосып кеткен деп айтады. Біздің халқымызда аналар арасында сондай гәплер бар. Бұл осы жердегі экспертлер мен қазір сәубетлескенімізде осы пікірлерді дәлелдеп жатырды. Бұл жердегі математика, бұл жердегі геометрия, бұл жердегі реңлердің бір-біріне туры келуі, бір-біріне сай келуі, бұл біздің аналарымыздың талғамының жүдә жоғары екенлігін көрсетеді. Әсіресе Парижде, Францияда мемлекетте, Париждағы осындай бір үлкен көргізбеде біздің үлкен аналарымыз тарапынан жаратылған бұндай шығармаларды көру біз бүгінгі әулет үшін үлкен бақыт, қуаныш келтіреді. Бұл көйлеклер біздің үлкен аналарымыздың кимешеклері көз алдыма арал бойы, аму бойлары, біздің аналарымыздың көріністері, келіншектердің тойға барғанлары, ауылдағы тойлар көз алдыма келіп жатыр. Бұл тек қана сағыныштан емес, бәлкі ана жұртқа болған мехірден, мұхаббаттан. Бүгін бұл көргізбенің өзі Өзбекстанның, Өзбекстан мәдениетіне беріліп жатырған тібар, біздің Қарақалпақ мәдениетіне беріліп жатырған үлкен тібардың белгісі. Кім біледі? Ешқашан ойланбағандыр. Бұннан бірнеше әсір алдын су көйлеклерді өздерінің көзлерінің нұры менен, мехрі менен, мұхаббаты менен тіккен аналарымыз арадан жылдар өтіп 2022 жылда Парижде көргізбеге қойылуын, һәм осы көйлеклерді өзінің болашақ әулады, қызлары осы көйлеклерді Парижде мақтаныш етіп айтуын ешқашан ойланбаған шығар. Бірақ бұл факт. Қарақалпақ хаяларының сандығы түрлі тағыншақларға бай. Бұл жерде және бір мәрте біз көре аламыз. Бай аналар, бай қызлар болған біздің Қарақалпақ қызлары. Олардан бірі өңір моншақ, тағыншақлардың әммесін осы жерде көруіңіз мүмкін. Һәм бұл жерде әмме хайран қалып отырған және бір экспонат, хайран қалатығын экспонат бұл әребек.
заманауи персиң бір түрі есептелінеді. Аребек бұл мұрынға тағылған, һәм бұл жердегі мінекей франциялық экспертлер хайран қалып отырды. Бүгін бұның әне үсі тағымшақтың ешқайсы жерде, ешқайсы елде аналығы жоқ. Аребеклі қызлар тек біздің қызлар болған.